Мен және де папаның әңгімесі. Балам, не жеп отырсың? Прикинь, қаям жеп отырмын. Не қайым жеп отырсың? Ой, так, стоп. Алма жеп отырмын, алма. Жарайды, ол маған қызық емес. Онда не үшін сұрадың? В общем, суть не в этом. Давай мен саған әңгіме айтып берем. Не әңгіме? Не әңгіме? Бүркіт, мен үйімде не істеушісің? Ой, қонаққа келдің ғой. Жарайды, пап, жалғастыра бер. Кезінде сендей жасымда қыздар менің артымнан жүгірген. Бірақ мен сенің мамаңды таңдаған болатынмын. Сен маған тартқан деп ойлаймын енді. Мына сенің артынан қыздар жүгірді ма не? Балам, негізі отағасы өтірік айтады. Лапша әліп тастады құлағыңа, жорстко ше. А негізі қалай болып еді? Лох, чмошник болатын, защит ету үшін өзім соған тиіп алдым. Неменен жындаватсың? Ойбай, өлтірді. Мен және де сабақ. Түф, мына сабақтар қантышты ғой. Былай жасашы. БЖБ да... Не ол БЖБ деген? Борсықтардың жасыл боғы. Борсықтардың жасыл боғы? Я, папа, дәл өзі. Оны не істейін деушісің? Насвайды одан жасамайды ғой. При чем тут насвай? Жарайды, суть не в этом. Не істейсің оны? Жай Көтберген Осырақ қызы көрсін деген. Жарайды, онда мен ұйықтаймын. БЖБ дайын жауаптар. БЖБ дайын жауаптар. Көрсетем мен саған дайын жауаптарды. Ашқы көтінерам. Егер де мен аяқ асты үйленіп кетсем. Балам, тұр. Не болды? Сен үйленіп кеттің ғой, білесің ба? Дану! Гүлбану. Құдай сақтасын. Сақтансаң сақтайды демекші, бірақ сен сақтанбай қапсың ғой. Папа, өйтіп прикол салмаш? Жарайды, суть не в этом. Сен кімге үйленгенін білесің ба? Кімге? Көтберген Осырақ қызының ұлына, қызына. Ана амбалды қолтық шашқа ма? Әне өзі де келді. Кеш бері жаным. Үйленбей ма әкең осы әлі ерте? Мен және де қашықта оқыту. Көтім қатқан ғой. Школы құрсын. Балам, сен де кепсің ғой. Я, пап, келгенім келдім ғой, бірақ шкафта не істей жүрсің? Жай просто мамаң жана сен туралы сұраған. Мен де ойлайтын адамдар бар екен ғой, сосын. В общем, қайда деп сұрады, сосын мен айттым, суға батып кетті. Бәсе не ғыстың бәрі, су десем. Шемашей. Айтпақшы сен мен жайша школға жібердің ба? Миың сықпей ма? Жо, реально не үшін жібердің? Прикинь, қызық болу үшін. Сабақ оқу үшін, конечно. Бізде қашықта оқыту ғой. Ондайда бар ма не? Жиналыста естіген жоқсың ба не? Сабақтар енді онлайн емес, офлайн режимде болады. Айуан, сен үшін бостан-босқа бар келін. В смысле, айуан? Мен және де қолымды тартшы. Сәлеметсіз, Көтберген Осырақ қызы, бір прикол көрсетейін ба? Жаңағы шашым жылбаған жетпей ма? Жарайды, көрсет. Қолымды тартыңызшы. Менде бір идея бар. Апай, қандай? Жаңалықтан көресің, ал, давай. Бүркітжан, қараш бері. Саған не керек осы? Қолымды тартшы. Мамаңмен қонаққа барған кезде. Қазір мен сен қонаққа алып кетем, бірақ барған кезде ішем, тышам деп айтып шуым ұқтың ба? Жарайды. Сосын Бүркіт ағаны көгілдір деп айтып шуыма, жарай ма? Бір ауыз сөзіңіз мөлдіреген көзіңіз бе? Топпасын ау, телефон жағып саған нес? Ойбай. Егер де қазір асығып баратпасақ, көтіңді айыр жершен. Жеткен сон. Түф, ана балам бар ғой, жаңа телефон чақпсайды ғой, прикиньте. Мам! Сосын төбесін ойын. Мам! Түф, не болды саған өлейін деп атқан мысық құсаң? Сабақта ұйықтап қалған кезде. Алло, розетка екен ғой, әкең ал. Алло. Балам ұйықтап қалды сабақта? Кешірім сұрайын, Көтберген Осырақ қызы. Қазір көтін айырам. Кешірім. Сен ба сабақта ұйықтап қалған? Иә. Красавчик. Қайдағы красавчик, әкең ауыз? Менің аузымда нелерің бар осы? Мам, мен случайно ұйықтап қалдым, сіздер ұйқы көрмеген соң түн бойы. Құлағыма вермеш, іле вермеш. Соны айтам. Короче, суть не в этом, мен мұнда вообще кінәм жоқ. Сонымен қалай ғана ұйықтап үшін? Кәдімгідей адам құсап. Сен иттің баласың ғой, қалай адам құсап ұйықтайсың,
бір рет осындай шапалақ жеп 3 күнге ұйықтап қалсын. Сен де көп сөйлемеш осы. Мен және де батя. Жесткая музыка, детский. Не этот детский? Макен ауысты балалар қалай билейді, көтпен билей ма бүйтіп? Ят қой нау. Брат, детский ғой бүйтіп. Сен де істеушін. Айбай. Біз деген кезінде... Ой, ё-моё, тағы басталды. Біз деген кезінде мынандай өлең тыңдайтынбыз. Ой, кайф. Сен әлі кетпегесің ба? Фу, пап, не тыңдайсың? Мен және де Көтберген Осырақ қызы. Балалар, мектеп деген ол сендердің екінші үйлерің. Да нуна. Сен үйде отқан жоқсың ғой, чатлақ. По идее, я. Қумаш балақай. Апай, мен қуып тұрған жоқпын, сіз мен үйімде не істеушісіз? Сен білмеп пе едің, мұғалім деген ол сендердің екінші аналарың. Онда бардыңыз да тамақ жасап беріңіз. Тұр да кешірім сұра. Бұл менің үйім, кет бар. Көтберген Осырақ қызы не істеп жүр үйде? Прикинь, мама, ол мен екінші анам екен ғой. Шаймаш. Мені не үшін? Ешпес, подружка. Молодец, красавчик. Америкалық мұғалім. Апай, мен сабағымды жасап үлгермей қалдым. Ештеңе етпейді. Келесі жолы бірақ жасап кел. Қазақстандық мұғалім. Апай, мен сабағымды жасап үлгермей қалдым. Ей, шатлақ, шекеңе балдай қылдырып екі қойып берей ма? Америкалық оқушы. Мен машинамды парковкаға қойдым. Сабаққа барайын ба, әлде бармайын ба? Қазақстандық оқушы. Сен, походу душы киім ұмыт кеттім. Қар жауған кезде америкалық отбасы. О май гар, бұл далада қар жауып жатыр. Неткен керемет. Қазақтар. Чатлақ, далада қар жауып жатыр. Көріп тұрма айтпасаң да. Не, қайтадан қар білейін ба не? Свет өшіп қалған кезде америкалық отбасы. Свет өшіп қалды, мүмкін бұл үйде елес бар шығар. Қазақтар. Әкең осы Шатлақ барда көршілердің үйін көрші, жанып тұрма екен. Папаңмен сабақ оқыған кезде. Чатлақ, әкел күнделігін көрем. Ойла, пап, көрмей ақ қойыншы. Бол әкел дедім бе, әкел. Мә жерет, мә? Топасын ау, журнал ғой. Мә жерет, мә? Басың істейме, не масканы салып аласың? Мен Көтберген Осырақ қыз ғой сөйтіп салындар деген. Ойбой, нау амбал дей тұрған екін айтсашы, нау не? Онда Көтберген Осырақ қыз қойып берді. Атам қазақ айтқандай, если тебе поставили двойку, влепи ей тройку. Оны 3 алған кезде айтушы еді ғой? Қоттағыма, не маған әңгіме айттың кеп тұрма не? Жоқ, пап. Ошым ертең барасында, ана Көтберген Осырақ қызына дік-дік жасайсың, окей? Былай ма? Ошың, пап, кешірші. Бокс туралы фильм көріп алған кезде. Қалай уклонеціден, жестко. Ертеңгі күні. Чатлақ, неме қаттай боласың не? Чапок, мен түсінбедім не? Парадың бар ма менмен? Чатлақ, мен түсінбедім, сен өзің братанына секірем дедің ба? Секірем, керек болса басыңа секірем. Қазір сидіріп тыштырып жіберем, Содан кейін не, аузыңды ашып тосып тұрасың ба? Сен кәдімгідей дұқ жинап апсың, Нюхай, бәбір. Сам нюхай. Бұл жол емес. Фильмің түсі кейін. Мен және де Көтберген Осырақ қызы. Кім сабақ жасап бітсе, сол бір-бірімен сөйлесіп отыра берсін. Көт жұртқыш ұстаз бізге не береді? Мен саған үйіп сөйлес дедім ба? Мамаңыз онда, бол! Апай, звондамай қойшы, өзіңіз айттыңыз ғой сөйлес деп. Онда бол, әкең ауысты. Менде нелерің бере? Сен папаң қуама, не істеп жүрна школда? Жарай, суть не в этом, звонда тез. Алло, тәпішке екен ғой. Алло? Мен саған телефон ұста дедім ба? Апай, енді өзіңіз звонды дедіңіз ғой? Айғалама маған айуан. Қалай қанақ дәтің барды оған? Вот, мен осы жерде тұрам, апай, и даже көтіммен қозғалтпаймын. Немен шайнандап түсін сиыр ұқсап?
Апай, сонда мен Сақшайын ағам сіздің көтіңізге кіріп бара жатыр да, сіз аналарды қарап көрсеңізші бірінші. Қайсы? Свежий бауырсақ. Слишком көп ұйықтап қойған кезде. Чылдырын. Сағат 7, қазір 5 минут жата тұршы. Немен мысықтар перісіп отыр ма? Өй, жұмыстан ертеге опсың ғой, бар да балаға қараш. Смысле, қайдағы бала? Мен көгілдірім ба не? Көп сөйлемей, бар да балаға қарашы. Жарайды болды, барам. Бәрібір нам сақал менен ұзын ғой. Жан елі кім еді? Мынау біздің балама ебаласы келіп кетті ғой. Мынау точно біздің балама шкаф құлап кеткен ғой деймін бетіне.